Мінекей арқасында тура алдына ұқсатып аламыз. Бірінші мойны 17. 17-ні былай салып, бас жаққа қойдық. 1 сантиметр жылжытамыз. Былай қарай біз 4 сантиметр аламыз. Мінекей 4 алдық. Енді осыны былай қосып, енді былай қарай 12 сантиметрімізді алып, былай нүкте қойып аламыз да, мына жақтан осы қойған нүктенің тұсынан 4-ті аламыз. Міне 4 біздікі мына жоғарылау болды. Осыны былай сызып аламыз. Мына жер 4 алдық, иә? Мына жер ошы.Ошыны 2-ге бөліп салдық. Бізде 17 сантиметр еді, соны 2 бөліп салдық. Мынау болды. Одан кейін мына шипы, бұл 12 сантиметр. Мына жерге шейін. Мына 2 аралық 4 сантиметр. Мінекей. Енді қараңыз, мына жерден былай қарай көкірегін табу үшін біз бұяқтан 21 аламыз. Міне 18 ағамыз, енді 3 сантиметр қосып 21 алып аламыз. Жерге жазып қоямыз 21 деп. Мінекей, енді осына былай сызып аламыз. Мінекей, бұл көкірегі. Көкірегі, оғы. Оғыны 2-ге бөліп сала саламыз. Бізде 46. 46-ны бөліп сала саламыз. Арқамыз теп-тегіс біздің өткені. Мұқият қарасаңыз. Міне 46-ны аламыз да, осылай сантиметрмен бөліп саламыз. Ол мына жерге келді. Мінекей, енді біз мына иықтан төмен қарай тура түзу түсіре саламыз. Мінекей, былай түзу түсірдім. Сөйтіп, мына сияқты бізде мына бұрыштан 3 сантиметрдей алып, бұны қосамыз. Мына жерге білдіртпей қосу керек біз. Міне қосып алдық. Мына жер 3 сантиметр. Мына біздің керек жеріміз. Мінекей, кеудесі бітті. Енді қарасаңыз, ДП-сыны біз алдына қойдық, ана тұр. Енді бізге арқасы керек. Арқасын мына мойнынан өлшегенбіз, мына жоғар жақтан өлшеп 40 сантиметрімізді аламыз. Міне 40. Осы 40 сантиметрді алып, біз бұлай белін сызып аламыз. Міне, мына жерде ДП-сы. Мына жерде енді оты болды, иә? Отыны 2-ге бөліп саламыз. Отымыз біздің 39. 39-ды 2 бөліп саламыз. Мінекей 39, осыны бүктейіп саламыз да, былай сап қоямыз. Бөлек 3 сантиметр қосамыз. Енді осыны бір-біріне қоса саламыз. Міне қосқан кезде бізде уже арқасы толық шықты. Мына жерден біз запас аламыз осылай. Енді выточка саламыз. Жаңа тура алды сияқты. Барлық адамға бірдей 10-10-нан аламыз. Выточканың ұшы мынау оғыға тақалып тұру керек. Мынау жерге осыны сап аламыз деп. Мына жағы 1,5, не жер 1,5 сантиметр болады. Мұны бұлай қойған кезде, енді осыны бір-біріне қосамыз. Міне, мына жер +3, бұл выточкаға. Выточка тігілуіне, мынаны айтады выточка деп, үш тігіледі. Енді барлық адамдарға сіз бөксесін табу үшін 18 сантиметр сызып
salып alamız. Nerge жазып koyam 18. Барлық адам бөксесін табу үшін осылай табамыз. Енді бұны сызып аламыз. Сөйтіп бір жерге ОБ деп жазамыз. ОБ бөлу 2-ге. 50 бөлеміз 2-ге. Мына алып атырым мен. Міне белін алдым. 39-да 5, бұлай 18 салып, ОБ-ны алдым. Енді бұл көшерге ОБ-ны саламыз. Бөліп. Мінекей сантиметрге қарап, 50-ді мініп қойып, сантиметр арқылы бүктеп жеріп бөлеміз. Мінекей. Енді осыны бір-біріне қосамыз. Төмен қарайда бір прямой қып сабаламыз. Міне сабалдық. Егер мінер бұрыштау болса, сәл бейтіп қосып жересіздер. Мінекей 1 сантиметр бізде егер дұрыс өлшесеңіз, осы 1 сантиметр запас жетеді. Енді астыңғы выточкасы 10 сантиметр болады төмен қарай. Енді осыны сызып аламыз бейтіп, аман бірдегі ортасынан. Бөлек-бөлек сасаңызда осылар бірге тура түседі. Міне ұзындығы 10 бұлай қарай. Мынау 1,5-1,5-нан. Міне көрсеңіз, арқасын салдық, прямой болды, алдын салдық. Осы лекалдарман біз костюмде, кажекейде, кез келген киімді осы основаман пішуге болады. Бірнеше рет салып көріңіздер, қыздар. Дұрыс өлшеңіздер. Сол кезде өзі дұрыс шығады. Бұл 46-шы размерлі лекал. Меніңкі бұл.